Бүгінде өскелең ұрпаққа саналы білім, сапалы тәрбие беруісі ең маңызды мәселелердің біріне айналып отыр. Соңғы жылдардағы орта мектептердің жабдықталуын жақсарту, компьютерлендіру, 12 жылдық оқу мәселелерінің көтерілуі бұл біздің еліміздегі білім беру сапасының ұмыт қалмаған деген сөз. Жақында болып өткен қаламыздағы мұғалімдердің тамыз мәслихатында да осы жағдайлар егжей-тегжейлі әңгіме болды. Тамыз мәслихатын қалалық білім бөлімінің басшысы Қатира Қарасайқызы Боранбаева ашып, Қазақстан Республикасының гимні ойналды. Тамыз мәслихатының тақырыбы 21 ғасырда Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы қайта құруды жетілдіру жолдары және оның негізгі проблемалары. Бұл тақырып бойынша Қатира Қарасайқызы кең көлемді баяндама жасады. Баяндамашы қаладағы білім беру сапасының төмен екендігін қатты сынға алды. Сондай-ақ мектептердегі оқушылардың негізгі тиісті мөлшерден көп артық екенін де атап өтті. Содан кейін сөз алған қала әкімінің орынбасары Гүлмира Қалмұратова қала әкімшілігі тарапынан мектеп өміріне үлкен назар аударылып отырғанын әңгімеледі. Әсіресе жасөспірімдер мәселесін қарап отыратын арнайы комиссия құрылғанын айтты. Соңынан жас ұрпақты тәрбиелеуде сіңірген еңбектері үшін бірнеше ұстазды мақтау грамоталарымен марапаттады. Ал нөмір 5-ші гимназия мектебінің директоры, қалалық мәслихат депутаты Қожахмет Дүйсенбаев өздерінің жақында ғана гимназия мектеп болып құрылғандығын ғана және оның ерекшеліктерін баяндады. Қазақстан Республикасы Білім беру министрлігінен келген Білім беру департаменті бастығының орынбасары Жәкенов Ғибадулла Қабышұлы мырза бүгінгі білім беру тұжырымдамасының бекітілгенін, білім беру саласындағы басқа да өзгерістер туралы жиналғандар таныстырып өтті. Жәкенов мырза министрлікте білім беру ісінің қайраткері деген арнайы орден тағайындалғанын, ол орденмен облыстарда немесе аудандарда бірнеше адам ғана марапатталатынын айтты. Ол осындай орденнің бірін біздің қаладан нөмірі 8-ші мектептің ұстазы Жаңбырбаева Ақтөре Бейсенқызына ататты. Сонымен қатар шығып сөйлеген балаларды мектепке дейін тәрбиелеу басқармасының бастығы Исаева Айсұлу қазіргі балабақшаларда тәрбиелеу ісі туралы таныстырып өтті. Ал кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі бөлімнің инспекторы, полиция аға лейтенанты Мұхтар Байбосынов жасөспірімдер арасындағы тәртіп туралы хабарлады. Қалалық мәслихат хатшысы Салиха Есжанова білім беру саласының бүгінгі проблемаларын әңгімеледі. Облыстық білім басқармасынан келген бөлім бастығы Эмилия Қуанғалиқызы облыс бойынша 4 мектептің іске қосылғанын, бірақ әлде де жаңа мектептердің ашылу керектігін, сонымен қатар балалардың білім деңгейі туралы өз ойларын ортаға салды. Ол сондай-ақ қаламыздың бір топ ұстаздарына облыстық білім басқармасының мақтау грамоталарын табыс етті. Тамыз мәслихатында жас мамандарға еңбек кітапшасы табыс етілді. Оларға ардагер ұстаз Кенже Бөкенбаев өзінің тілегін айтып, ақ жол тіледі.